Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге асқабақ туралы мәлімет дайындадым. Асқабақ 1001 ауруға ем. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнін плегінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауру емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер өте көп. Асқабақ біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуда белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда, мал азығында пайдаланады. Адамға пайдасы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге бай. Асқабақтың құрамында адам ағзасына қажет С, В1, В2, В5, Е витаминдері бар және қанның ұюына ықпал болатын дәрумені кальций, калий, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем деп атайды асқабақты. Асқабақтың пайдасына келетін болсақ, көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан, тағы да басқадан арылғысы келетін адамдарға таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан, өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды, өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері бар. Жүрек қан тамыр аурулары, гипертония, зат алмасудан қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақтың дәнін балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланады. Бүйрек, бауыр ауырғанда күніне 1 стакан шырынын ішу керек. Шырынның, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылған май қышқылы, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері жеткілікті. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тынышталдыра отырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үкіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы әрі қызмет жақсарады. Ішектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болуы керек. Дайын кезде тұнбадан күніне астан 20 минут бұрын жарты стақан ішеді, 20 күн. 1 айдан кейін қайтадан жалғасады. Ішектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәнін ашқарынға жейді. 7 шақты дәнін езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін, шикісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стакан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкіге салып, қалғанын тоңазытқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Ем жылына 1 рет қана жасалады, көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақтың мәйегінен ботқа дайындап, күніне 2 рет 50 граммнан жейді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып 3 стаканнан кәдеге жаратады. Айта кету керек, асқабақ ұлпасында калий тұзы бар. Іші өтіп ауырғанда да асқабақ шырынын ішуге кеңес береді. Балалар үшін асқабақтың пайдасы. Емшектегі сәбилер үшін асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады. Аққызыл түстегі заттар балалардың аллергиясын қоздырады деп ойлаудың қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес.
Бұл жидек ешқашан аллергия шақырған емес. Сондықтан емшектегі сәбилер үшін асқабақ пайдалы әрі дәмді тағам. Асқабақ құрамында жасұнық, А, продәрумені және пектинді заттар енеді. Асқабақтан пюре жасап қана қоймай, шырынын берсеңіз де болады. Асқабақ шырыны сәбіз немесе алма шырынымен керемет үйлесім табады. Балғын асқабақтан дайындалған ботқа өсімдік қасиеттерге бай. Сондықтан тері ауруларына емдеуге көп пайдаланады. Жатар алдында балмен араласқан 1 стакан асқабақ шырынын ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік. Аман болайық, сау болайық. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Сіз білесіз бе YouTube каналы.